Мына чапандарыме қалқым. Соны ашсам, біреу сөйлеп қойыпты, бір ой әлгі бір сөзіріңде тамтық жоғал баяғыдағы мөлдір құсап, тілін чайнап деп сөзде бір анық емес біреу. Менің Ерсай жежеммен ол жасағамды сіз боқтап, өзіңіз әпәйбәт қыз әкесіз, неңіз бар, ададат, бададат. Ей, көкмей бер қарға, мен не деп боқтадым? Сіздер көрамай деп. Құдай-о, ей, мына көрамай деп, мына құдықтың ішіндегі бақа, ештеме көрмеген адамды айтасыңдар, ұқтыңдар ма? Ерсай пұтына ауа шықсын киіп жүргенде акан қарғай айырпланда жүретін, мен саған былай айтып қояйыншы, көрамай еткенміш. Біз дашо оқып, міне саудаға одан кейін қызметке шығып 8 жыл мұғалім боп, янжу сыңдық боп, 40-қа келейін дегенде ғана бір 35 жасымызда мынаған араласып қалдық саудаға. Ерсай сияқты 14 жасымыздан бастап сауда істемедік. Егер сол уақытта істеген болсақ, оны көрамағандық емес. Біз қуаныш, мақтаныш тұтамыз дедік. Бірақ не үшін сондай бір керемет қызымыз, бір бай көрмегендей, ана егінде 4 жүнін селдірлеткен бір немен қайта-қайта сол миллион халықтың алдында сүйген әдепсіз қылғына ашуландым мен. Ана таңдеген ұзақ қой, үйге барып жатып не қылса бола береді. Елдің алдында өйтіп сүйгіштемесе де, сол қылғына ашуландым дедім. Оны бір ана тілін жайнап жүрген бір маңқа шығыпты. Сіз естімен жежемді бақтап, та-та-та-та, пата-та-та деп. Мына біреуге бірдеме айтсаңдар да, мына не айтатындарыңды анықтап ап үніңген айтыңдаршы, ұқтың ма? Мен өз басым, өте халықшыл әкеме тартқан көпшіл екем да. Осы, енді ол өйтіп міне жерде ол бірдеме деп айтпаймыз ғой. Кім болса да осы дамыса, байыса, mesela соның бәрі бізге мақтаныш қой. Ол әлгі іштеме көрмеген, тексіз, мындай құдықтың ішіндегі бақа сияқты іштеме көрмеген адамдар ғана біреуді көре алмайды, ұқтыңдар ма? Ерсай сияқты біреудің шыққанның өзі, одан да артық адамдар көп қой. Бізге мынандай бір жақсы, сондай шығар. Mesela көп адамды саудаға тәрбиелейді, жаман істеп жатқан жоқ. Сол бір әдепсіз сүйіскен қылығын ғана айттым мен. Басқа несін айттым оның? Ерсайдың істеген істерін кейбір мен деген жігіттер істей алмай жүрген шығар, сондай шығар. Немене дейді? Саудасын сатыпты деп сіз пұл бердіңіз бе? Бердім ғой мен 20 мың. Мен беріп елдер сияқты дақұнын бақша алып, бүтін халқа қаламға жариян ағып, мынаны алсаңдар бересін дегем жоқ, нақ пұлды атып бердім мен. Өйтіп ана битетін уақыт жоқ болды деп. Соған бір нәрсеге дұрыс баға беріңіздер. Мына чапанның халқыме, мына ағынан 75-тен қимылғып берем. Бір айкістен 5 айкішке шейін, міне бірде 10 шыққан бойы. Ағынан 300 талбар ағы көп болғандықтан міне көрдіңіздер ма? Мынандай шыққан. Басқа реңдерін 99-дан қимылғып бердім. Мынаның қарасы бар, кафе бар. Және бір талай реңдер бар. Ағын ғана мен 75-тен қимылғып бердім, қалқым.